сын деген ол төмпештеп төбелеп ұрып тастап одан кейін жарамай қалды деген сөз емес қой. Сынның кез келген сыннан бір нәтиже шығара білу керек та. Біз алдыңғы былтырғы осындай үкімет есебі бар менде. Оны жібермеппін ғой. Сөрде көтерген мәселелердің 70-80%-ін олар шешті 2023 жылы. Енді 2023-те уже басқа мәселелер туындап кетті. Жұмыссыздық, салықтық төлемдер, түсімдер азайып кетті. Біраз нәрсені айттым ғой мен. Квази-госсектор мемлекеттік қаржыға кәдімгідей бейімделіп алды. Енді ондай нәрсе айтамыз ба білмеймін, қандай сұрақ қоятыңыз. Бүгін бізде қонақта Елнұр Бейсенбаев, Аманат фракциясының жетекшісі, мәжіліс депутаты. Мен әдетте бұлай ресми таныстырмаймын, бірақ енді бүгін солай болып тұр. 62 депутат қой? Иә, фракцияда. Сол биік мінберлерде 62 депутатты ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстайды деп айтады негізі. Сондай ма? Жоқ, ондай емес енді Рахат мырза. Ол фракцияның жетекшісі деген ол депутаттардың Аманат партиясының фракциясының жұмысын үйлестіруші. Енді орыс тілінде айтатымыз координатор дейміз ғой. Әрбір депутаттың депутат сауалының таралуы, ол депутаттық сауалдың дұрыс шешім қабылдануы, болмаса бір белгіленген депутаттық сауалдарға біз керісінше фракция тарапынан енді кішігірім аппаратымыз бар ғой. Соның тарапынан қосымша мағлұматтар береміз. Кейде бір белгіленген бір кейбір мәселелерді пысықтап соны көтеруге көмек көрсетеміз. Яғни депутаттардың өзінің мүмкіндігіне, біліктілігіне сай бір белгіленген кейбір ақпараттармен бөлісу. Бірақ жалпы әрбір депутат ол халықтың қалаулысы, оның конституциялық құқығы бар. Ал фракциялық қимыл дейміз ғой. Ол бір мына бір кез келген мәселені шешуде бізге тезірек шешуге, сонымен қатар бізбен санасуға алып келетін бір үлкен құрал. Келіседі ғой, яғни 98 депутаттың енді 60%-дан астамы, 70%-ға жуығы ол Аманат партиясының депутаттары. Яғни сауалының басқасын бәрін келіседі ғой фракцияның. Біз міндетті түрде бұл саяси келісім деген сөз, ол бір депутаттың сауалын бір жарайды, жарамайды деген шешім шығарылмайды. Барлығымыз бірлесіп отырып, сауалдарды қараймыз, керісінше күшейтеміз, ақпарат береміз, сонымен қатар білікті депутатпен ары қарай жұмыс істеуіне мүмкіндік жасаймыз. Мәселе сонда. Енді Елнұр мырзаны біз бұрыннан білеміз, Алматыдан. Ана болашақ үні, болашақ жастар үні деген сияқты қозғалыстан. Біздің енді подкасттың бір идеясы ол үлкен қадамдар кішкентай адамдардан басталады деген. Сұхбат алған азаматтардың барлығына осындай бір сәл кейін шегініп барып бір өтеміз де. Соған бір мысал ғой, жалпы сол уақытта жүрген кезде депутат боламын деген бір арман демей қойғанда бір сондай ой болды ма? Енді біз саясаттану мамандығында оқыдық қой. Мамандығымыз тікелей осы саясатпен, саяси қызметпен байланысты азаматтармен көп кездесуге, сонымен қатар солармен көп дүниелерді талқылауға алып келіп отырды. Енді ол кезде қатардағы баламыз 17-18 жасар, 20 жасар жігітпіз ғой. Ол кезде де мәжіліс депутаттарымен біз кездескенбіз, кейбір мәселелерді көтергенбіз. Өзіңіз біле білсеңіз, 2006 жылғы ұйғырлармен болған бір жағдайды білесіз, Шелектегі. Одан кейін шешендермен болған бір жағдай бар. Сол кезде біз 20-21 жастағы балалар, азаматтар бұл қалай болды? Неге осындай басқа ұлт пен қазақ ұлтының арасында бір текетірес пайда болды деген кезде мәжіліс депутаттарымен кездесіп, олардың пікірін алған тұстарымыз бар. Ол кезде парламентке де қонақтап келген, парламенттің ішіне де кіріп көрген кездеріміз бар. Сол кезде көріп, әрине көресің, ол міне мәжіліс депутаты деген осындай үлкен мінбер екен, қызмет екен. Осындайда бір қызметте біз мүмкін болашақта жұмыс жасаймыз деп. Бірақ енді мен бір армандап, бір алдыма бір мақсат қойып, мәжіліс депутаты болам деген ондай бір сіз айтқандай кішкентай бір адымдар жасап жүргенім жоқ. Тек қоғамдық мәселелерді көтеріп жүрдік. Одан қалса енді біздің ұйым бұл ұлт патриоттық сарында болды ғой. Оппозициялық неге сәл жақынырақ. Біз қазақстандық ұлт деген бір түсінікті енгіземіз деді 2006 жыл. Сол кезде митингке шықтық. Өткенде Жуырда Қазбек Исаны тілге байланысты үлкен митинг, үлкен 139-дың хаты деген бар. Осы кісілер бастаған. Сол кезде біз баламыз. Сол кезде 5000 адамды алып шығып, алаңда тұрып, тіл үшін, ұлт үшін деп, қазақ үшін деп күрескен тұстарымыз бар. Ол кезде бізді кәдімгі бір билікке қарсы ұлттың мәселесін көтергенмен оны бір саясиландырып жүрген жастар деп
жоғарғы оқу орнында да оқыған кезде өзіңіз білесіз ғой енді қазақ ұлттық университетінде сөйтіп оқыған танылды кезде иә солай танылдық. Одан қалса бізді бір болашақта бір билікке келетін бір осындай бір мәжілісте отырып мемлекеттің мәселесін көтереді деген бір ой билікте де болған жоқ. сөйтіп қалай болып кетті? Енді одан бәрі өзгерді ғой. Болашақ республикалық қозғалысында жұмыс жасадық, жастар үнінде жұмыс жасадық. Одан кейін ол жерден пісіп жетілгеннен кейін коммунистік халық партиясы қызметке шақырды. Иә, ұлт патриоттардың қатарынан кейін мына салаға қалай баруға болады. Бұлар енді баяғыда алаш зиялыларын бір тығырыққа тіреген саяси партияда біздің партияны бір бұрынғы кеңес үкіметінің кезіндегі коммунистермен байланыстырды. Ресейшіл партия деп айыптады. Бірақ енді барып жұмыс істедік. Маған реніш білдірген азаматтар да болды мына. Ұлт патриоттардың ішіндегі ағаларымыз енді атын атап түсін түстемей ақ қояйық. Елнұр, сен қайда бара жатсың? Сен алашшыл едің ғой. Сен патриот едің ғой деп. Мен айтамын, енді патриот болсақ керісінше осындай бағыттағы саяси партияға барып жұмыс істеу керек. Оларды да осы бағыттарға бұру керек деп. Одан сол жаққа барып біраз қызмет жасадық. Алматы қалалық филиалының хатшысы болдым, жұмысты үйлестіріп отырдым. Бірінші рет сайлауға қатыстық, сайлауда жеңіске жеттік. Сол уақыттардың барлығы мен үшін бір саяси технологиялардың теориялық базасын шынайы практикада іске асыруға бір үлкен мүмкіндік берді. Екі вариантта былайша айтқан кезде парламентке жолға алып келатыр екен ғой. Егер 62-дің қатарында болмай қалсаңыз, 5-тің қатарында болуға мүмкіндік бар екен ғой қазір. Жоқ, ол кезде ондай 62 жақсырақ қой бірақ аманатта. Ол кезде де ондай ұсыныстар болды. Өзіңіз білесіз, енді әртүрлі мәселелер, мына қоғамдағы енді әртүрлі мына ЛГБТ жаңағындай ұйымдар бар ғой. Енді олар мені өздерін бір жау көреді. Расында да мен олардың жауымын, енді оны жасырып не қыламыз. Жаңағындай әртүрлі мені жаңа гомофоб деп әртүрлі мақалалар шығарады. Солармен күресеміз деп уақытысында жас кезде, бала кезде. Сол үшін әкімшілік жазаға да тартылған тұстарым бар мен енді. ақш-қа виза бар ма қазір? ақш-қа визаға ешқашан тапсырып көрген емеспін. Болатын шығар деп үміттенеміз. ақш-қа барып көрген емеспін. Еуропаның қалаларында әлі болған емеспін. Жақсы. Яғни мына енді түпкілікті бір мақсат емес қой депутат болу, бірақ депутат боламын деген бір оны құрал ретінде пайдаланамын деген адам үшін қоғамдық белсенділігі бәрібір қажет болып тұр ғой. Бұл бұрынғы былайша айтқан кезде бэкграунд деген сияқты өмірінде бір өзгерістер жасап жүру керек немесе бір дүниелерге атсалысу керек болып тұр ғой. Иә, енді қоғам белсендісі қазір енді мына соңғы 8-ші шақырылым, енді соңғы сайлау. Мен енді тікелей атқарушы хатшы болдым. Ерлан Жақанұлы сенім артып, мемлекет басшысы сенім артып, солардың қастарында осы Аманат партиясының сайлауалды жұмыстарын үйлестірдік қой. Сол кезде сол уақыттардағы жасалған институционалды жады дейміз ғой. Сол кездегі ешқандай әкімшілік ресурссыз, мүмкіндіксіз адамдарды идея үшін қасымызға топтастырып жүрдік қой. Білесіз ғой енді мына 16 желтоқсанда гүл шоқтарын қойып біз, 17 желтоқсанда гүл шоқтарын қойып, әлі күнге дейін бар ғой мына қызғылт түсті дейміз ғой енді оранжевый. Шарықтармен барып 70 баланы, 100 баланы алып шығып, сол кезде де қудалауға ұшыраған тұстарымыз бар. Ол негізі Ақордамен келісіліп жасалған. Әйтпесе мүмкін емес деген пікір бар ғой. Сол уақыттарда ма? Енді Ақордамен келсе, Ақорданың адамдарын сол кезде көретін едік қой. Кім болды біздің Ақорда деп адам айтатын. Ол кезде біз қатарласып жұмыс істеген Фархат Касенов деген кісі болды, мұғалім. Дәурен Бабамұратов, өзімізден жоғарғы курстарда оқыған. Қазір Ақордада қызмет жасап жатыр. Көрдіңіз, сол кездегі мына public political дейміз ғой енді. Шынайы түрде қоғамдық саяси өмірмен айналысқан жігіттердің дүйім көпшілігі қазір үлкен қызметтерге барып жатыр. Одан қалса мына өздеріңіз сияқты енді дебатта пісіп жетілген азаматтар, оның ішінде Руслан Желдібай да қазір үлкен мемлекеттік қызметте. Көрдіңіз ба? Ол кезде біз ешқайсымыз ойлаған жоқпыз ғой. Мен әлі есімде, қай жылы біз бәріміз Ермек Тұрсыновтың фильмі шығып еді ғой, Келін деген. Сол кезде баламыз ғой, сіз бар, мен бар, Руслан Желдібай бар, үшеуміз пресс-конференция беріп, пресс-клуб бар еді ғана, кәсіпкерлердің пресс-клубы. Сол жерге барып айтып не деген сұмдық мынау. Ана тілі, Время газетіне шығып. Время газетіне шығып, біз туралы әртүрлі ақпараттар шығып, үлкен Время газетінде в Казахстане секса нет деп бізге мақала арнап, бұл не деген сұмдық деп. Менде скрин бар әлде. Біз сонда біз шыны керек, біз ешқандай арам ойымыз болған жоқ қой. Біздің көңілімізге жақпаған дүние
қазақтың салт дәстүріне, қазақтың пайымына, қазақтың өмір салтына жат дүниені көрсетті азаматтар. Мен әлі күнге дейін ол фильм сол кезде бір моментін ғана көрдік қой, енді фрагментін ғана көрдік. Сол кезде енді ойладық па, біз артымызда Ақорда тұрды деп ойлайсыз ба сол кезде? Ешқандай да Ақорда тұрған жоқ. Біз Ақордаға емес, сол кезде басқа ордаға да кей қажетіміз шамалы, жай белсенді студент болып жүрдік. Бірақ үлкен тәжірибе жинадым. Біз жуырда мысалы лудоманияға байланысты мемлекет басшысының енді көтеріп жүрді бұл мәселені тапсырмасымен үлкен заң жобасы даярланып қабылданды. Сол кезде де әртүрлі ұсыныстар болды. Мысалы біз мемлекеттік қызметшілерге, әскерилерге ойнауға тоқтам салып шектеу қойып жатсақ, кейбір азаматтар керісінше олардың ойнай берген, олардың ол құқықтық конституциясы деп айтты. Мысалы біз 25 жастан бастап шектеу қойғымыз келді ғой. Есіңізде болса біз айттық, біз ұсыныс бердік, үкіметке қорытындыға жібердік, бірақ үкімет ол қорытынды қолдаған жоқ. Айтты 25 айтады 25 жас деген ол конституциялық құқық деген енді бір тырнақшаның ішіндегі дүние ғой. Расында да енді үкіметтің тарапынан мүмкін енді ол да бір салықтың түсіміне алып келетін шығар. Менің ақпаратым бойынша бейресми букмекерлік кеңселердің және казинолардың 30-40% табысы 21-25 жас аралығындағы азаматтар алып келеді екен. Біз ең мына қаймағын кесіп тастайын деп жатқан уақытта үкімет теріс қорытынды берді. Осы лудомания туралы енді айтылып қалды ғой. Осы заңны қабылдау барысында өзі екі партия республикада көтеріп жүрді, аманатта ұсынып жатты. Бәсекелестік болды ма былайша айтқан кезде заңға байланысты? Жоқ, бәсекелестік болған жоқ. Авторлығына байланысты бәсекелестік болған жоқ, өйткені 7-ші шақырылымда жасалған заң жобасы ғой. Ол кезде республика партиясы мәжілісте болған жоқ, бірақ республика партиясы осы жолы мәжіліске кірген кезде біз авторлардың қатарына Руслан Берденов деген азаматты қостық. Ол азамат өте жақсы жүйелі түрде бұл мәселені көтеріп жүрді. Барлық нормаларды біз жұмыс тобында болды, бәріміз бірге жан-жақтан көтердік. Республика партиясы да, Аманат партиясы да көтеріп жүрді. Бұл жерде ешқандай талас тартыс жоқ. Соңғы мүдде бір нәрсені түсіну керек. Біз мына бір тойға барасыз ғой, мысал келтірейінші, примитивті мысалдар халыққа түсініктірек қой. Тойға сіз оңтүстіктен барасыз, мен солтүстіктен барамын, бәріміз жан-жақтан жиналамыз да, бірақ соңында тойды ұйымдастырушы мен және тойды жүргізіп отырған асабаның айтып отқан дүниесіне, бағыт-бағдарына бәріміз не істейміз? Именіп, бағынып отырамыз. Мәжілісте дәл солай. Алты саяси партия. Бірінші кім сөйлейді деген бар ғой бірақ тойда. Неде? Жоқ, енді ол сөйлеген бір бөлек, бірақ тойдың соңғы мәні неде? Тойдың соңғы мәні жақсы тілек айту, барлығының көңілін көтеру, туысқандармен, бауырлармен арқа-жарқа болып кездесу, әңгімелерімізді айтып кету, бір түйткілді мәселені шешіп, той анасын беріп, құттықтап қайту. Заңда да енді бұл примитивті мысал ғой. Мәжілісте де дәл солай. Мәжілісте 6 саяси партия бар, 6 фракция бар. Тіпті 7 фракция деуге болады, өйткені 7-ші олар бір мандаттылар. Олардың өздері 7. Көрдіңіз ба? Жұмыс топтарында кейбір нормалар бойынша кәдімгідей күрес болады. Міне өткенде жуырда бір жақсы норманы біз қабылдадық. Тұрғын үйге байланысты заң жобасын 2 жылдан астам уақыт қарастырдық. Мен бұл мәселені өте жіті жақсы білем. Өйткені Астана қаласы әкімдігінде жұмыс жасадым, кеңесші болып. Сол кезде көп балалы аналармен білесіз ғой. 700-800-ге дейін ата-ана балаларымен келіп әкімдіктің алдында қонып жатты ғой, Ақорданың алдында. Сол кезде тікелей солармен жұмыс жасаған кеңесшісі болдым мен, әкімнің. Сол кезде тұрғын үйдің көп олқылықтарын көрдік біз, проблемаларын. Сол заң жобасын даярлап, жуырда ғана Сенаттан президенттің қол қоюына кетті. Президент қол қоятын болса іске асады. Біріншіден, біздің еліміз бойынша арендалық үйлер бар ғой, беріп тастаған. Көп балалы аналар алатын, олардың ешқайсысы оны сатып ала алмайтын. Бірақ қазақтың немесе Қазақстанның жағдайында арендалық үйлерді беру деген ол іске аспайтын процестердің бірі. Біріншіден, бізде заңда былай болды. Ол үйде олар өмір бақи тұра алады. Ол үйді ол өзінің баласына, одан кейін ұрпағына жазып қалдыра береді. Ол 50 жыл тұруы мүмкін.
100 жыл тұруы мүмкін. Ол үйді ешкім одан шығарып жібере алмайды. Егер де ол қайтыс болған жағдайда да ол үй келесі оның ұрпағына қалып отырады. Бұрынғының мәтінінде. Бұрынғының мәтінінде. Сонда енді фактически ол өмір бақи соның иесі ғой. Ал бірақ олар үйін ремонттамайды, ауласына қарамайды, өздерінің жаңа кіреберістерін жөндемейді, бәрін әкімдікке артып қояды. Айтады, бұл үй біздікі емес дейді. Бірақ өмірі бақи тұрады сонда. Осы олқылықты біз реттедік. Қазір әлеуметтік осал топтардың барлығы сол үйлерді өздеріне сол уақыттағы құнымен бір белгіленген межеге алып, 10 жылда, 15 жылда өздеріне приватизация жасауға мүмкіндік алып отыр. Бұл үлкен жеңіс. Екінші бір тарап бар ғана, жастар бойынша үй 5 жылға берілетін. Жастар бойынша енді ол жерде бөлек. Оны беруге болмайды, өйткені ол жерде. Дұрыс, келісемін мен сізбен, оны беруге болмайды. Оларға 5 жыл мүмкіндік берілді. 5 жылда олар отбасы банкке қаражаттарын жинау қажет. Енді 5 жылдан кейін босату керек те, келесі жастар келіп тұру керек қой. Өткен жолы бір көтерілді ғой бұл сұрақта. Енді бұл жерде де екі-үшті ойлар бар. Кейбір мәжілісмендер, Дәулет Мұқаев мысалы айтады, оларға бермесе, онда альтернативті форматта оларға несие беру мүмкіндігін қарастыру. Міне кеше ғана Наурыз және Шаттық па, қателеспесем, немесе Шаңырақ деген екі үлкен бағдарлама қабылданды. Отбасы банкте барады да 9%-бен алады үйді. Алсын да тұрсын. Сол 5 жылдықты пайдаланып бірінші жарнасын жинау қажет. 20% мен ойымша жас отбасыларға жинауға мүмкіндік бар. Мына осы механизмде, жаңа 5 жылдыққа берілетін механизмде, мен ойымша басынан бастап қадағалау керек сияқты, ақшаны түсіп тұруын. Сол кетіп қалған? Кетіп қалған, Сондықтан ол соңында 5 жылдан кейін айтады, менде ақша жоқ, жиналмады алмады дейді. Бәрі солай айтып жатыр. Өйткені басында негізі әртүрлі қалаға байланысты. Алматыда сол механизмді дұрыс қадағаламаған. Алматыда тұратын жас отбасылардың бірде-біреуі жарнасын жинай алмаған, көпшілігі. Ал Астана қаласында біз оны бірден бақылауға алғанбыз, өйткені мен сол уақытта қызмет жасадық, біз келісім шарттар жаздық. Бұл жерде 40-50% азаматтар бірінші жарнасын жинап қойған. Қазір үй алу мүмкіндігі бар. Сол себептен ол тікелей жергілікті әкімдіктің табанды ыждахатты жұмысының нәтижесі. Олардың өздерінің де нормативтік құқықтық шешімдері бар ғой. Маслихат арқылы шешім қабылдады. 3 ай төлемесе кеп хабарласу керек па, неге төлемей жатсыз деген сияқты бақылаулар болмаса? Жоқ, келісімшартта көрсетілу керек қой. Біздің келісімшартта 6 ай төленбесе, олар үйді босатуға мәжбүр. Сондай сияқты. Басында шешу керек та? 6 ай төлемей келсе, 6-шы айда бар сумманы құю керек, болмаса босату керек. 5 жылдан бәрі жиналып бір келген кезде ол үлкен проблема да. Ал жеке-жеке болған кезде ол жекелердің шаруасы болып қалады. Жаңа лудоманияға сәл оралайыншы деп едім. Лудомания туралы заңда осы бір тезис жиі айтылды. Лудомания жаңағы букмекерлік осы заң бар ғой, лудоманияға қарсы заң. Соның лоббисттері деген сияқты бірнеше жерде айтылды. Сіздің де аузыңыздан айтылды. Мен әлі де айтамын, сіздің подкастыңызда айтамын. Лобби топ өте қатты жұмыс жасады. Мен енді шыны керек 7-ші шақырылымда да мәжіліс депутаты болдым ғой. Бір емес, бірнеше заңдарымның қазір қолымда есебі де жоқ. Бір 10-нан астам заңға жұмыс тобының басшысы болдым. Көптеген заңдарға бастамашы болдым. Олардың есебін де білмеймін. Көп 20-дан астам заң шығар. Олардың бәрін бірге жүргізіп отырдық. Мұндай қысым мен ешбір заңда көрген жоқпын. Заңсыз активтерді иемдену, заңсыз иемденгеніне байланысты қайтару бойынша заң бар. Ол заңда да біз ешқандай қысым көрген жоқпыз. Мұның біріншіден қысым. Енді мен айттым ғой өз сөзімде 90-шы жылдардағыдай. Енді расы керек, не бір дөкейлер дейміз бе, Тырнақшаның ішіндегі. Шақырды ма сонда ресми кездесуге? Хабарласты, барып кездестік, мен сөйлестім. Ол жігіттерді мен танитын болып шықтым. Өйткені бала кезде бәрімізде спортпен айналыстық, таныс жігіт болып шықтым. Мен не алып жүрсіңдер? Ой, елеке осындай бір ұсыныспен келіп жатыр едік. Енді түсініп тұр ғой енді бір белден басқысы келіп. Мен айтым, жігіттер, мені жақсы білесіңдер, мінезімді білесіңдер. Сол себептен осы жерден дұрыс тарқасайық. Бұл мәселе бәрібір мемлекет басшысының тікелей бақылауында. Ол кісі бір емес, 3 рет бұл мәселені көтерді. Сол себептен енді бұл дерт, болашақ ұрпақты сақтайық десек, қаржының құрбаны, белгіленген бір азаматтардың лобби топтың құрбаны болуға шақырмаймын сендерді деп айттым. Кәдімгі 90-шы жылдардағыдай бір әңгіме болды деп айтсақ болады. Неше рет болды кездесу? Бір рет қана болды ондай кездесу. Одан басқа енді ақпараттық шабуылдар деді, өзіңіз көріп отырсыз ғой енді оны. Несін жасырамыз.
неше түрлі жеке басқа өтулерді белді журналистердің өздері бізді әртүрлі топтардың тарапынан қысымға алып, одан қалса парламенттің ішінде көптеген мына заңға беретін өзгертулер бар ғой. Фамилиясы жоқ, бірақ көптеген өзгертулер біздің жұмыс топқа келіп отырды. Осыны енгізсек, осыны қарастырсақ қалай болады екен? О, қалай, аноним түрде ма? Иә, енді әртүрлі ұсыныстар ретінде келеді. Одан қалса енді хаттар. Мен сізге айтайын, заң жобасының соңғы жұмыс тобын өткізетін күні өтініш арқылы қателеспесем 250 хат келді. Нормалардың барлығы конституциялық нормаларға сай емес. Мысалы, біз керемет норма қабылдадық. Борышкер дейміз ғой. Единый реестр должников дейміз. 3 миллион адам бар. 3,5 миллион. Ол жерде негізі 8 миллион. Біз оны пысықтап реттедік. Ішінде 90% заңдық, енді жаңағыдай заңды тұлғалар бар. Одан қалса материалдық емес борышкерлер бар. Мысалы, енді екі отбасы ажырасып кетсе, баланың қарау деген сияқты, түсініп тұрсыз ғой, басқа да бір материалдық емес бар. Солардың барлығын тазаладық. Басында негізі заң жобасында біз сол 8 миллионның барлығына шектеу қойғанбыз. Одан енді бүкіл депутаттар барымыз жан жақтан қазір 3,5 миллион азамат енді ойнай алмайды. Жеңіс қой. Парламенттің ішінде болды ма лоббистер? Парламент Ашық болмаса да. Жоқ, енді ашық болмаса да болды әрине. Әртүрлі ұсыныстар келіп жатты. Бірақ олардың барлығымен жеке-жеке сөйлестік, айтып түсіндірдік. Бірақ негізі мәжілісмендер бұл заң жобасының қажет екенін және бұл заң жобасын көтерілу керек екеніне кәдімгідей көздері жетті. Үкімет жаңа айтқан сияқты 25 жасқа қолдаған жоқ. Біз лотереяны ойнауды 21 жасқа көтерейік деді. Бұл таза бюджеттік сұрақ па, әлде мұнда да бір кейбір лоббилік? Енді біз қолмен ұстап, көзімізбен көрген жоқпыз ғой, Рахат мырза. Бұл енді олардың пайымдауынша бұл конституциялық норма емес дейді. Бірақ оның да негізі бар. Айтады, 25 жас деп шектеуге қарсы емес, біз қазір қойсаңыздар болады дейді. Бірақ бірінші ұлдаман барып конституциялық сотқа жүгінетін болса, онда конституциялық сот оның жеңісіне шешім шығарып беру мүмкін дейді. Өйткені айтады, негіз жоқ дейді 25 жас деген. Мен айтам, онда 21 жаста да негіз жоқ қойсын, бейді 21 жас алкоголь бар дейді. Бұл 21 жас енді қоғамда бір қалыптасқан статус-кво ретінде қабылданады дейді. Ал 25 жас бойынша осында. Енді оны болашақта тағы да пысықтайтын шығармыз. Немесе 29 деген жас бар. Біз 35 жасқа дейін көтердік. Біз барысында 35 жас түсіндік. Ол кезде де, өйткені енді оны өзіміз білесіз. Өзіміздің жасаған заң жобамыз жастардың жасын ұлғайттық. Оны ұсынып едік. Енді ол кезде де әртүрлі. Енді артында лобби топ тұрма. Енді мен өз сөзімде айттым ғой, енді үкімет адамның көз жасымен осындай қаржы табуға ниеттеніп отқандай болып көрініп отыр деп айттым өзім. Осы енді жиын жаңағы дөңгелек үстел, фракцияның отырысы көп қой жиналыстар. Соңғы болған жиналыс жиын енді 2023 жылдың бюджеттің атқарылым жаңағы үкіметтің есебі. Осы формулировканы айтайын да, мысалы біз сындарды айтамыз. Мысалы жаңағы жұмыс кедейшіліктің үлесі 1 миллионға жуықтап қалды. Танет жаңағы еңбек уақытша жұмыс қорғалатын азаматтардың барлығы уақытша. Енді ең соңында жаңағы бірақ деген сөз бар ғой. Бірақ қабылдаймыз деген. Бұл неден туындайды? Басқа механизм жоқ па сонда үкіметке қатысты депутаттардың, әлде? Бұл басқа механизмдер жоқ емес бар. Біріншіден үкіметтің есебі, біріншіден міне қазір қараңыз, күз келеді. Күзге бізге үкіметтің бюджеті келеді. Үкіметтің бюджетін бекітетін мәжіліс. Мәжіліс барлық комитет өзінің пункттері бойынша жұмыс жасайды. Мысалы, мен әлеуметтік даму, мәдени даму комитетінден ба, бізге 6 министрлік қарайды. Біз сол 6 министрліктің бюджетін тиынына дейін санап, 1,5 ай бойы олармен жұмыс жасаймыз. Соң кейде қысқартамыз, кейбір жерлерде қосамыз қаржыны, реттейміз. Содан бюджетті шамамен қарашаның соңында бекітіледі. 25 жылға бюджет. Сол бюджеттің атқарылу барысында біз көрсетілген индикаторлар бар ғой. Солар дұрыс орындалмайды. Біз айтқан межедегі жете алмай қалады.
болмаса үстіртін орындайды, болмаса кейде министрдің кәсіби біліктілігі жетпейді, кейбір министрлікте кадрлық потенциал өте төмен болады, көрдіңіз бе? Енді ол кәдімгі адами фактор ғой. Адами капиталдың деңгейі жетпей жатқан тұстарда олқылықтар кетеді. Ол барлық жұмыста болады. Содан олар бір жыл бойы біз онымен күресіп жүреміз. Мынаны реттеңдер, мына депутат сауал жолдаймыз, барып жұмысына араласамыз, көрдіңіз бе? Соның қорытындысының өзінде де бәрібір жаңағындай бір шама, бір топ проблемалар айқын көрінеді. Біз бюджетке қаржы саламыз. Айналайындар, 2024 жылы Астана-Алматы жолын аяқтауымыз керек деген бюджеттің қаражатын 2022 жыл салғанбыз. Қазіргі аралық индикатор бойынша мен сізге айтайын, 2024-тің соңына дейін Алматы-Астана тас жолы бітпейді. Біз оны көріп отырмыз. Бірде мемлекеттік сатып алым дұрыс ұйымдастырылмайды, бірде жаңағындай кәсіпкерлер өздерінің артылған жүктемесін дұрыс атқармайды, бір жерлерде жемқорлық орын алады, көрдіңіз ба? Сондай нағыз жұмыстың үйлестіруіне кедергі жасайтын сіз бен біз білетін қауіп қатерлер іске асып кетеді. Содан осындай проблемаларға алып кетеді. Бірақ кейбір мәселелер шешіліп те жатады. Енді үкіметті 2023 жылғы үкімет, мен сізге айтайын, 4 деген баға 23 жылдың қорытындысы бойынша аманат фракциясы қоя алады. Бұл жақсы баға. Соңғы мына әртүрлі геосаяси, экономикалық текетірестерге қарағанда бұл өте тәуір бағалардың бірі 2024 жылдың қорытындысы бойынша, 23-тің қорытындысы бойынша. Бұл былайша айтқан кезде Әлихан Смайыловтың үкімет үшін айтылып жатқан дүние ғой, Әлихан Смайыловтың үкімет үшін айтылып жатқан дүние. 2022 жылдың қорытындысы бойынша инфляция 21% болды. 23-те 9%-ға түсті. 22 жылы ұлттық қордан пайдаланған қаражатты төмендетеміз дедік. Міне 24 жылға қарай біз қазір 2 триллионға дейін түсірдік, 3,5 триллионнан. Бірақ қазіргі мына соңғы жағдайлар қайтадан ұлттық қордан қаражат алуға баруымыз мүмкін деген қауіп қатер бар. Ол уақытта тағы да біршама мәселелерді көтердік біз. Бірақ бұл жерде мысалы трансферттерге мысалы экономика 5,1%-ға өсім. Мен сізге айтайын, Европаның жарты мемлекетінде ондай өсім жоқ. 5,1% деген өте жоғары көрсеткіш. Одан қалса енді мемлекет қызметшілердің, азаматтық қызметшілердің, оның ішінде біз өзіміздің бағдарламамыз, мысалы Аманат партиясының бағдарламасын іске асыру үшін үкімет жылына шамамен 5 триллион қаражат кетеді. 5,1% бірақ негізінен бір жұмыс өнімділігі емес, инвестициялардың есебінен өсіп тұрған сияқты. Енді ол да бір жақсы көрсеткіш қой. Жақсы көрсеткіш, бірақ ол жерде көп жұмыс президентпен байланысты сияқты да, үкіметтен гөрі. Президенттің беделі, президенттің баруы, президенттің сапары деген сияқты да. Ол жерде үкіметтің жұмысы деп бір. Енді әрине, енді сынның да өзі бір мәні бар, жөні бар ғой. Енді әрине, енді мемлекет басшысы енді ол үкіметтен алыс адам емес қой. Біріншіден тікелей атқарушы билік мемлекет басшысының қарауында. Әрбір шешім мемлекет басшысы өзі көріп отырады, қадағалап отырады. Әрбір шешімді пысықтап отырады. Сол себептен өңірлердің дамуы деген сияқты мәселе бар. Көрдіңіз ба? Инвестицияны мемлекет басшысы үлкен мемлекеттермен кездесіп келуі мүмкін, бірақ ары қарай оны іске асыратын үкімет, одан қалса жергілікті әкімдер. Кейбір әкімдер бар, дайын мүмкіндікті пайдалана алмай инвестициядан қағылып жатады. Инвесторды мемлекетке тарту деген, енді Дэн Сяопиннің уақытына мысалға келтірейік та, Қытайда. Бүкіл алыптарды алып келді ғой Қытайға. Бүкіл алыптарды. Қалай алып келді? Айтты. Жер береміз, су береміз, энергия береміз, жұмыс күшін береміз. Бір ғана өтініш, әртүрлі предприятияларды деңгей бойынша бөліп бастады. 3 гектар жер беретін болса, 1000 қытайлықты жұмысқа алу керек. 2 гектар жер болатын болса, образын айтып жатында 500 қытайлықты жұмысқа алу керек. Компанияның басшылық қызметінде 50% қытайлықтар болу керек. Жалақының орташа есебі осындай болу қажет. Жылына бір рет оларға демалыс беру керек. Табыстың салықтық жеңілдіктер береміз. 10% табыс салығынан төлейсіздер, қалған пайыздардан босатасыздар. Одан межені көтеретін болсаңыздар, біз сіздерге тағы да жеңілдіктер береміз деді. Сондай өзгерістер басталды. 80 жылдардың соңында
Қытай бір үлкен ғажайып экономиканың іске асып келе жатқан көрінісін көрдік. Қазір Қытайға барыңызшы мемлекеттеріне. Қытайдың кейбір провинцияларының ішкі жалпы өнімі Қазақстанның ішкі жалпы өнімінен көп қой. Немесе пара-пар. Бір ғана провинциясының. Бізде үйренетін дүние көп Қытайда. Үйрену керек. Байланысты күшейту керек. Президент ешқандай партияның мүшесі емес. Бірақ 7 жылдық мерзімге сайланады уақытында президенттің былайша айтқан кезде бағдарламасы орындаушы ретінде Аманат партиясы бәрі байланысты. Мына Тоқаев 2022 дейтін сайтта бағдарлама тұр ғой? Иә. Жазылып тұр сол жерде. Бір рет 7 жылдық мерзімге сайланатын президент барлық қоғамдық саяси күштен бірдей арақашықтық сақтайтын болады деп. Осы сақталып тұр ма қазір арақашықтық? Әлде бәрібір Аманаттың бір басымдығы, артықшылығы көріне ма? Ол енді саяси партиялардың өздеріне байланысты. Ол мемлекет басшысы бәрімен бірдей арақашықтық сақтап отыр. Бірақ әрбір саяси партия мемлекет басшысының тапсырмасын, ұсынысын қаншалықты деңгейде орындап жатыр деген сұрақ туындайды ғой. Сіз мысалы бір тапсырмаларды беріп жатсаңыз қоғамға, оны біреу артығырақ орындап жатса, сіздің бәріңіз оларға деген көңіліңіз ерекше болады ғой. Иә, мысалы жұмыс орнында да сіз бір белгіленген басшы болсаңыз, сіздің қол астыңызда енді әртүрлі қызметте басшы болдыңыз ғой. 10 шақты қызметкер болса, соның біреуі едәуір мықтырақ, күштірек жұмыс жасап жатса, сіздің бәрібір көзқарасыңыз оған ерекше болады ғой. Дәл солай жағдай. Біз өзіміз айтып жатырмыз. Мемлекет басшысының қоғамдық, оны мемлекет басшысы айтып жатқан жоқ. Біз айтып жатырмыз. Аманат партиясының төрағасы айтып жатыр. Біз мемлекет басшысының тікелей қоғамдық тірегіміз. Мемлекет басшысының тапсырмаларын бірінші кезекте орындауға даярмыз. Соңғы қабылданып жатқан заң жобалары. Мысалы, енді мен сізге айтайын, әйелдердің құқығын сақтау мен балалар қауіпсіздігі бойынша заңның авторлары кім болды? 7-ші шақырылымнан келе жатқан заң жобасы еді ғой. Динара Закиева, Аманат партиясының мүшесі. Қазір осы 8-ші шақырылымда келген кезде Жұлдыз Сүлейменова, Асхат Аймағамбетов, Елнұр Бейсенбаев. Бұлардың барлығы қай партияның мүшесі? Аманат партиясының. Лудомания бойынша заң жобасы. Кім инициаторлар? Аманат партиясы. Энергетиктарды 21 жасқа дейін шектеу бойынша инициаторы кім? Дәулет Тұрлыханов. Ол кім? Ол Аманат партиясының мүшесі. Вейптар бойынша көтерілген мәселенің инициаторлары кім? Камасова, Нұрымова, баяғы Мади Ахметов деген сияқты жас балалар. Одан қалса Дәулет Тұрлыханов. Көрдіңіз ба? Мемлекет басшысының қойып отқан тапсырмалары мен ұсыныстарын бірінші ретте ұйымдастырып, үйлестіріп келе жатқан партия ретінде әрине мемлекет басшысының бәрібір көңілі алып тұратынына менің күмәнім жоқ. Екінші жағынан бірақ енді 7 комитеттің 6-ы Аманаттан болса, 7 хатшының 5-еуі Аманаттан болатын болса, ішкі жағынан да артықшылық бар ғой. Иә, ол жағынан артықшылық бар. Енді ол сайлаудың қорытындысы бойынша ғой, Рахат мырза. Біз ешкімнің пайызын кесіп алған жоқпыз ғой. Керісінше Аманат партиясының біз одан да көп пайыз алатын мүмкіндігіміз болды деп ойлаймын. 30% мәжіліс бір мандатты округтардан сайланды. 29 округтың 22-сінде Аманат партиясының мүшелері жеңіске жетті. Көрсеткіш па? Көрсеткіш. Қалған қанша? 98, 69 орын қалды ар жағында. Партиялық тізіммен. Оның ішінде 40-ын Аманат партиясы алды. Міне көрсеткіш. Оны бағана айтқан сияқты ғой, жас күнде ол адам ресурссыз бір жұмыстар жасалған. Мына енді саяси додада бәрібір енді әкімшілік ресурс, әрине басқасы қолданады ғой. Оны несін жасырамыз? Аманат партиясының шынайы түрде әкімшілік те, саяси да, біліктілігіне де байланысты ресурстары өзге партияларға қарағанда едәуір жоғары. Жұмыс істеу тәртібі бар. Одан қалса біздің қатарымызда саяси қызметкерлер көп, бізге сенім артатын азаматтар көп. Сол себептен оның барлығы бірге осы нәтижеге алып келіп отыр ғой. Әртүрлі енді қаңтар оқиғасынан кейін сұрақтар болды ғой енді. Ой, Аманат партиясына тек сенім жоғалып кетеді. Сіз өңірге барып шығып көріңізші, Рахат мырза. Сұраңызшы, Аманат партиясына қанша біз қоғамдық қабылдау өткіземіз? Қай жерлерде, өңірлерде біз қалай жұмыс істеп жатырмыз? Шынтуайтында барлығына хабарласуы мүмкін азаматтар. Бірақ соңында мәселенің шешілуіне келген кезде олар бәрібір
Аманат партиясының есігін келіп қағады. Жалпы осы қоғамдық қабылдауларға байланысты басқа да пікір бар. Мысалы біз аймақтарға осы депутаттар қабылдауы немесе министрдің қабылдауы деген сияқты жасаймыз ғой. Бұл санның көбеюі керісінше проблемалардың көбейіп жатқанын көрсетпей ме? Мысалы ол негізінде былайша айтқан кезде по умолчанию дейді ғой жаңа. Өзінің ретімен шешіле беру керек нәрселер кейде жоғарыға шығып кетеді, депутатқа жүгінеді, басқасын басқа деген сияқты. Енді ол орысша айтатын болсақ, человеческий фактор ғой. Адами фактор орын алады да. Шешіле алады, түйткілді шешетін нәрсені кейде мемлекеттік органдар көрмей тұрады. Болмаса біліксіз маманның кесірінен мәселе торалып қалады. Енді кез келген басшы, мысалы, бір белгіленген мекеменің, ол барлық мәселені 100% өзінің пульсында ұстап тұрады деген дүние емес. Оның орынбасарлары бар, қызметкерлері бар, бөлім басшылары бар. Бір жерде олқылық кетуі мүмкін, содан мәселе керісінше айналым алып кетуі мүмкін да. Дұрыс шешілетін мәселе керісінше айналып келуі мүмкін басшының алдында. Басшының пайымдауынша, келіп тұрған ақпараттар бойынша бұл мәселе шешімін таба алмайды. Заңның мынандай кереғар текті. Басшы айтады, онда шешім жоқ дейді, шешім сондай шешім шығарады. Баяғыдағы жерге байланысты мәселелерді қазір біз жер аманаты бойынша 10 миллионнан астам жер қайтардық. Заңсыз жерлердің барлығын қайтарып жатырмыз. Мен осындай мәселелер бар. Ал кейін партия араласады, депутат сауал жолданады, бір үлкен мінберден көтерілген кезде ең бастапқы бірінші көтерген резиденттің қателігінен бұл дұрыс емес үрдіс алып кеткені анықталып жатады да мәселе шешіледі. Мәселенің, проблеманың көбеюінен қорқудың қажеті жоқ. Көп проблеманың уақытылы шешілмеуінен қорқатын заман қазір. Сол уақытылы шешілмегеннен кейін көтеріліп, сонда енді мәселе бар. Енді оны орталықтан келген депутатқа жүгініп, сіз бен бізде бұл проблемаларды шешіп бітіре алмаймыз, Рахат мырза. Ол мәселе, ол адам болғаннан кейін, адамның өмірі болғаннан кейін, ол күнделікті мәселе туындайды. Немесе мысалы депутаттық жаңағы кездесуге баратын, енді кәсіпкер депутаттардан естігем. Кәдімгі қаражатымен барады да, өзінің жеке қаражатымен. Сосын әртүрлі дайындап қояды, қабылдау бөлмелерінде жаңағы әлеуметтік сұрақтар бар ғой. Жаңағы көп балалы ана болады, мүгедек, мүмкіндік шектеулі балада, қарауында баласы бар адам болады деген сияқты. Немесе бір несие кіріп кеткен, кредитін өтеу керек деген сияқты. Осындай типтегі адамдар келеді да, ана кісі өзінің қалтасымен шешеді да ананы отырып. Бұл тәжірибе қалай? Біріншіден бұл енді егерде қолма-қол қаражат беретін болса, бұл заңсыз. Ал егерде бір қайырымдылық қорға аударатын болса, болмаса өзінің бір қорлар арқылы көмектесетін болса, онда тұрған ешқандай ағаттық жоқ. Бірақ ол бір нәрсені түсіну керек, кез келген кәсіпкер. Бұл бір есірткіге тәуелді болған азаматтар сияқты, ол ертең дәл сол бір мезетте мәселені шешуі мүмкін, бірақ сол шешкенінің құрбаны болады. Өйткені сен 10 адамға көмек жасасаң, 2 күннен кейін сенің кабинетіңнің алдында 100 адам тұрады. 100 адамның мәселесін шешкенде ол 1000 адамға шыға қалады, 1000 адамға сенің әл-ауқатың жетпеуі мүмкін. А 1000 адам келген кезде сен бірде-біреудің мәселесін шеше алмасаң, сен басындағы 10 адамның мәселесін заңды шешіп, дұрыс тетіктерін таппағаныңа өкініп қаласың. Өйткені 1000 адам ертең айтады, мына мәжіліс депутаты, болмаса мына бір депутат мәселені шеше алмайды екен. Біз сеніп келіп едік дейді. Сол себептен бірінші жаңа сіз айтқан кішкентай адымды дұрыс баспау үлкен қателік қадамдарға алып келеді. Мәселе ол енді әрине оның ешкім қолын байлап тұра алмайды ғой. Біз оның барлығын, біз ондай қауіптердің, қатерлердің барлығын мәжілістерге айтамыз. Біз мысалы 27 маусым күні фракцияның отырысын өткіздік. 3,5 сағатқа созылды. Төрағамен бірге жол картасын үкіметпен бірге қарадық. Біздің биылдыққа қойып 23 жылдың қорытындысы бойынша біздің жолды картамыздың 92% орындалған. Өте жақсы көрсеткіш. 8% орындалмаған, солар бойынша сұрақтарымызды қойып осы жылы шешуді тапсырып пысықтадық. Ол шамамен 2 сағатқа өтті. Одан кейін 1,5 сағат бойы төраға фракцияның мүшелерінің арасында өңірге баратын жұмыстар, депутаттық этика, бір белгіленген қауіпті
мәселелер, әрбір өңірдің қоғам алдындағы көтеріп жүрген проблемалары, соның барлығы талқыланды. Сөйтіп, сол жерде отырып талқылаудың барысында ортақ шешім, ортақ бір пайымдарға келдік. Соның енді қазір өңірде соның бәрін пайдаланды. Мысалы қандай? Жаңағыдай бермеу керек деген сияқты. Ондай түрде, ондай енді ол депутаттық этикаға байланысты енді кездесулерде мысалы енді жай кәдімгі дүниелерді айтайын, қазіргі таңда халық қандай кездесулерді? Топырлаған аудиторияларды, залдарды жинауға шектеу қойдық. Проблемасы бар, топпен кездесесіздер, мәселесі бар. Студенттерді жинап, мұғалімдерді жинап, топырлатып, 100-150 адамдық аудиторияларды, 500 адамдық аудиторияларды жинап алып, мәселе көтеруді шектеу қойдық. Бұл бірінші мәселе. Екінші, депутаттық этикаға байланысты азаматтармен жақын етене сөйлесуді, жаңағындай енді былай қазақтың сөзінде айтатын болсақ, енді мұрынды шиірмеу дейміз ғой енді. Сондай дүниелерді жасамауды айтылды. Одан кейін барып, кімнің депутаттық сауалдарына әлсіз жауаптар келді, соны дұрыстап пысықтауды, сосын әрбір өңірдегі проблемаларды. Шығыста қандай мәселелер бар, оңтүстікте қандай су мәселесі, шығыстыда жаңағы Маралды зауытындағы мәселесі бар деген сияқты. Батыс Қазақстанда киіктердің мәселесі бойынша алгоритм, қандай шешім қабылдаймыз, қандай дүние. Одан қалса төраға тапсырма берді. Қандай жергілікті мәселелер бар, заңның тетіктерімен реттелетін. Біздің депутаттар проблемалармен бөлек заңның нормаларға пункттер болмаса заң нормаларына тармақтар да жасап келеді. Оның барлығы біріктіріледі, үкіметке табысталады, жұмыс топтары, арнайы комиссиялар құрылады, ертең жұмысты жалғастыратын болады. Жаңағы моментке тоқталайыншы. Жауаптары үкіметтен онша болмаған депутаттық сауалдар. Өткен жолғы сөзіңізді айтыпсыз ғой, 70%-ға дейін сырғытпа жауаптар болады деп. Бұл мәселеге екінші жағынан келуге де болады жақты. Мүмкін сұрақтарға сырғытпа жауап болған шығар. Мүмкін депутаттардың, мен біразын қарадым, сауалдардың өздері бір сапасыз болғандықтан үкімет не істейді, енді жауап беру керек. Сондықтан солай жауап берген шығар. Енді Рахат мырза, барлық сауалдар бір егерде енді бәрін өлшемдері бар ғой, енді деңгейлер. Әрине бір сапасыз да сауалдар болып жататын тұстар бар. Не жауап берерін білмейтін сұрақтар бар да. Енді мен мынау деп айтпай ақ қояйын авторлар. Бірақ 7-8-ін қарап шықтым, көріп шықтым. Сайтта тұр ғой барлығы. Аманат фракциясын көрдіңіз бе? Аманат та бар, басқа барлық мәжіліс. Енді бізде президиум бар арнайы, Рахат мырза. Бізде енді кейбір ішінде сауалдар болады. Бұл сауалдардың екі бағыты бар. Мен сізге 70% сырғытпа жауаптар дегенде, оның ішінде бір саяси характері бар, болмаса бір қоғамға бір үндеу тастайтын сауалдарды ол есептен алып тастағанбыз біз. Оның ішінде жаңа өзіңіз айтқан кейбір бір сапасыз сауалдарға да мәселелерін қысқартқан тұстарымыз бар. Байқасаңыз, бізде жалпы 364 сауал жолданған. Ал мен айттым, 269 сауалға сырғытпа жауаптар келді деп. Өйткені 100 сауалды біз пысықтадық. Оның ішінде жаңағындай діни мәселеге байланысты, тілге мәселеге байланысты. Жалпы сұрақ деген сияқты. Иә, жалпы мысалы үлкен Жанарбек Садыханұлының жақсы бір сауалы болды. Адал азамат дейміз, интеллигенцияның бірігуіне байланысты сияқты сауалдар болды ғой бізде әдем-әдем. Ондай сауалдарға енді ол үкіметтің жауап бере алмайтынын да біз беске білеміз ғой. Ал біз көтерген мен айтқан сауалдардың барлығы әлеуметтік сала, экономика, инфраструктура деген сияқты мәселе. Ішінде ұсынысы бар сауалдар ма? Иә, ішінде ұсынысы бар. Солардың ішінде енді 70% сырғытпа әлсіз сауал жауаптар дегеніміз, яғни шешімі жоқ. Жасап жатырмыз, жасаймыз, реттейміз деген сияқты. Енді бір ескеретін дүние бар. Қазіргі мына 8-ші шақырылымда сауалдардың саны едәуір көп алдыңғы шақырылымдармен қарағанда. Және тағы бір енді ерекшелік деп айтайық, мына бастамашылдық принципі күшейген анық енді. Иә. Бұрын тек қана үкіметті өзі шығара беретін еді ғой, 90%-ға дейін. Тіпті одан да көп қой. Иә. 30-дан аса, Иә. Қазір 39 ба? Қателеспесем солай болу керек. 179 заңның қазір жұмыстағы 102-сі қабылданды. Ал соның ішінде шамамен 40-тан астам заң бастамашыл, одан да көп болмаса. Ол негізі көп болу керек қой. Өйткені енді парламент деген заң шығарушы негізгі орган. Ол үкіметтің дайындап келген нәрсесі емес. Былайша айтқан кезде өзі бастама көтеріп, өзі алып келіп деген сияқты. Енді Рахат мырза, заң деген
ол қаржымен көмкерілу керек. Заңды қабылдағаннан кейін ол жұмыс жасау керек. Сол себептен ол депутат, мен осындай мәселені көріп тұрмын, осы мәселеге заң керек дегенді заң жасала қоймайды. Оның тәртібі бар. Сіз бірінші заң жобасын бастамашыл ретінде жасайсыз. Парламенттің жанында институт бар, парламентаризм. Соның әлеуетін пайдаланасыз. Өзіңіздің комитетіңіздің әлеуетін пайдаланасыз. Қоғамдағы білікті, білімді азаматтар, осы мәселені көтеріп жүрген азаматтардың әлеуетін пайдаланасыз да, мысалы бір белгіленген бағыт бағдар бойынша 20-15 жақсы тармақты нормалар дайындап шығасыз. Оны жасап шыққаннан кейін комитеттің төрағасымен ол заң жобаларының барлығы үкіметтің қорытындысына кетеді. Қаржы жоқ деп жазып берсе 20-сына. Қаржы жоқ болатын болса, үкімет қарсы болатын болса, ол нормаларды қабылдай алмайсыз. 25 жасты біз бәріміз бір белгіленген конституциялық бекітілген регламенттің арасында жұмыс істеуіміз керек қой. Сол жерде ана еңсеру туралы еңсеру деп айтуға келмейтін шығар бұл. Мәжіліс толығымен қабылдап жүруге болады негізі. Болады. Бізде бар ондай нормалар. Мысалы, тұрғын үйге байланысты мен сөзімді аяқтаған жоқ. Еңсеру деп атала ма? Ол басқа нәрсе ғой, еңсеру деген. Еңсеру деген ол басқа, еңсеру ол мына сенаттың келіспейтін тұстарын еңсеру. Үкіметке сенім бойынша. Үкімет сенім бойынша еңсеру деген сияқты. Мына жерде қалай айтылады? Бұл жерде кәдімгідей жұмыс тобы, соң комитет дауыс бере салады да қабылдана береді. Бірақ ол ескертпемен кетеді сенатқа. Мына норманы мәжілісмендер қабылдады, бірақ оған біздің теріс қорытындымыз бар деп келеді. Сенат онымен келіспесе, онда қайтып келеді да заң ол норма алынады. Егерде теріс нормасы бар, кейде болады, мысалы мен сізге айтайын. Тұрғын үй бағытына байланысты мен сізге жаңа заң. Сол жерде бізде қазір заң бойынша, егерде әрбір азаматта 5 жылдың көлемінде үйін сатып жіберіп, 5 жылдан кейін оның кезекке тұру мүмкіндігі бар. Үкімет соны 10 жылға дейін көбейтейік деп келді. Біз 5 жылға көбейтейік деп қарсы пікір бердік. Олар оған теріс қорытынды берді. Екінші рет қайтып қорытындыға жібердік. Мен инициатормын, Нұртай Салихұлы Сабильянов соның комитетінде ұсыныс беріп. 5 жылға қалдыру жөнінде. Қалдыру жөнінде. Екінші рет олар оған теріс қорытынды берді. Бірақ ол көрдіңіз, оның артында ешқандай бюджеттік шығындар жоқ. Ол азамат, мынандай мысалы мен министрменде болды. Шарлапаев мырзамен кабинетте отырып талқыладық. Ол өзінің кейстерін айтты, біз өзіміздің кейстерін. Сол жаңа бір кейс ол кісіге ұнады өтті десек болады. Енді формат осылай отырып өзіңізбен сияқты, ол өзінің командасымен, біз отырмыз мұнда. Мен айттым, мысалы бір жағдай болады. Жас азамат, отбасысы бар, 2-3 баланы тәрбиелеп жүр, жақсы жерде қызмет жасайды, өзіне үй сатып алды. Бір белгіленген жағдаймен бір ауруға шалдығады. Енді жаман ауруға болмаса бір енді жол апатына түседі да, мысалы бірінші топтағы мүгедек болып қалады деді. Сөйтеді да өзінің тапқан табысын денсаулығын сақтау үшін жұмсайды. Одан қалса соңғы пәтерін сатады деді. Сөйтеді да өзінің денсаулығына жаулайды. Сөйтеді да адамның қатарына қосылады. Өйткені оның артында бала шағасы бар. Сөйтіп жүрген кезде, пәтерін сатып жүрген уақытта, емделіп жүрген кезде 5 жыл уақыт өтеді. Бірақ ол мүгедек болып қалады. Ол мүгедек, бірінші топтағы мүгедек болып біздің алдымызға келеді, айтады, мен кезекке тұрғым келеді дейді. Сонда біз не деп айтамыз? Сен 10 жылдан кейін кезекке тұрасың дейміз бе? Дедім да, осындай жағдай болу мүмкін. Сол кезде олар ойланды, мен айттым, басқаша мүмкіндік жоқ. Ал біз басқаша норма қабылдадық. 10 жыл айтады да бізге кезекке тұрушылар көп болып кетті деп. Бұрындар мынандай проблема болған. Сіз мемлекеттен үй аласыз, өзіңізге приватизация жасайсыз, сатып жібересіз, 5 жылдан кейін қайтадан сол осал топ, болмаса көп балалы ана ретінде кезекке тұрасыз да қайтып үй аласыз. Біз ол норманы қазір оған қарсы норма қабылдадық. Сіз бір рет аласыз ба, мемлекеттік бағдарламамен, болмаса отбасы банктың линиясымен, болмаса мемлекеттің 7-20-25 бағдарламасымен, яғни мемлекеттің субсидиялануының арқасында беріліп жатқан пәтерді өміріне бір рет алсаңыз, екінші рет сізде алуға мүмкіндік болмайды. Осындай нормалында болмаған. Жұп болса, күйеу әйелі. Жоқ, күйеу әйелі болатын болса, ол бағдарламалардың барлығында екеуі бірге жазылады. Яғни отбасына ғой бұл? Иә, отбасына ғой, иә. Отбасына. А балаларына ол тиесілі емес. Балалары кейін өздері кезекке тұрып алады. Бұл 600 мың адам ғой, 640 мыңнан асып кетті. Енді осы 3 жылдың ішінде 450 мың болған, 200 мыңға көбейді. Енді осы нормадан кейін қысқара ма ол?
Мен ойымша қазір жұмыстар жүргізілу қажет. Қысқарады деп айту қиын, бірақ биыл 272 миллиард қаражат самұрық қазынадан бөлінді. Әлеуметтік осал топтарға үй. Жаңа сіз айтқан Наурыз, Шаңырақ сияқты отбасы банктің бағдарламасы пайда болды. Одан қалса 65 миллиард біздің бағдарламамыздың аясында, халықпен бірге бағдарламасының аясында 20 мың отбасыға тағы да қаражат бөлінді. Сол себептен алдағы 3 жылдықта бұл мәселені біз шешуіміз керек. Қазіргі таңда түйінін шешпей тұрған мәселе осы бір үймен қамтамасыз ету проблемасы. Енді 7-8 шақырылым айырмашылық байқалады ғой? Әрине. Конституциялық реформа өзгертілді ғой. Қазір ықпалды парламент концепциясы өз деңгейінде жұмыс жасайды. Солай ма? Солай. Әйтпесе мынандайда жаңағы күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет деген кішкене дипломат президент, шуылдақ парламент, әлсіз үкімет формуласына айналып кеткен жоқ па деген. Ауысып кеткен жоқ па деген. Енді қараңызшы, біз мына бір нәрсені түсінуіміз керек. Популизм тұрғысында баға беретін болсақ, кейбір ұсыныстар, пікірлер тек қана бір қоғамға жағатын немесе қоғам дейтін сияқты бір сондай болып қалып жатқан жоқ па? Ондай пікірлер бар. Жалпы енді популизм дегеніміз не? Оны былай примитив түрде түсіндіретін болсақ, енді оны бір қоғамға жағатын, енді мына бір қоғамның ортасында көтеріп жатқан, енді сол мәселені көтеру ғой енді оны. Ол кез келген қоғамдық саясаткердің ол бір пайдаланатын инструменті. Кейде ондай мәселелерді көтеруге тура келеді. Өйткені қоғам сұраныс береді. Одан қалса біздің қатарымызда өте бір белсенді депутаттар бар. 1 миллионнан астам жазылушылары бар. Көптеген оларға пікірлер келіп жатады. Солардың да мәселелерін кейде көтеруге тура келеді. Ал одан бөлек мен сізге айтайын, мына қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстан үлкен саяси мынандай формациядан бір модернизациядан өтті. Түбегейлі реформадан өтті да. Көптеген маңызды заңдар қабылданды. Конституциялық реформа болды. Бір мандатты жүйе енгізілді. Президент, бір мерзім деген концепция қабылданды. Бұл бұрын соңды болмаған ғой енді. Сізмен, мысалы, сіз қаншадасыз? Біз екеуміз шамалас 38-39 жастағы жігіттерміз ғой. Біз алдағы 20 жылдықта кемінде 3 президентті көреміз екеуміз, аман болсақ. Ойыңызға келіп түсті ме осындай өзгерістер? Ешкімнің ойында ондай болған жоқ. Одан қалса қоғамда өмірі оппозицияда жүрген. Парламенттің ішінде депутат болу емес, парламенттің мәжілісмендерімен бір стол басында отырмайтын жігіттер мәжіліске келді. Ермұрат Бапи, Аманаттың қатарындағы Ринат Заитов, Мақсат Толықбай, Нартай Аралбай, Дәулет Мұқаев, білмеймін, көп қой айта берсек танымал жігіттер. Абзал Құспан, Бақытжан Базарбек деген сияқты жігіттер. Өмірі оппозицияда жүріп, проблеманы көтеріп, олар билікке келеді-ау, олардың қолында осындай конституциялық құқығы бар билік болады-ау деген ой үш ұйықтасақ та түсімізге кірген жоқ қой. Келді. Одан қалса заңсыз активтерді қайтару жүйесі іске қосты. 1,5 триллион теңге қаражат қайтарылды. Ол қайтарылады. Неге ол ұзақ қайтарылады? Өйткені сыртқа шығарылған қаржыны олар ескі Қазақстан уақытында максималды түрде легитимді форматпен шығарған ғой. Олармен соттасу ұзаққа созылады. Оны басқа мемлекеттер бергісі келмейді. Өйткені олар оны инвестиция ретінде, өздерінің қаржысы ретінде көреді ғой. Қаржыны ешкім қайтарғысы келмейді. Сондай заң қабылданды ма? Қабылданды. Мемлекетті сатып кеткен, енді сол уақытта олқылық жасайым деген жігіттердің барлығы сотталды ма? Кәрім Мәсім бастаған топ сотталды. Сол уақытта әртүрлі қисынсыз әрекеттерге барған азаматтардың барлығы шеттетілді ма? Шеттетілді. Саяси элита шамамен 90%-ға өзгерді ма? Өзгерді. Одан қалса қоғамдағы әлеуметтік мәселелердің барлық заң жобасында көтеріліп жатыр ма? Көтеріліп жатыр. Біз әптен көп осындай реформалардың тез қабылданғанының есебінен біз қазір енді бұл қалай айтсақ болады, бір көзің тоймай тұрады ғой, бір кейде өзің тойып тұрсаң да.
эйфория болып иә, сондай бір эйфория, саяси эйфорияның, дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз, сондай бір кезеңдеміз. Рахат мырза, мен сізге айтайын, 10 жылдан кейін осы біз қабылдап жатқан заң жобалары, осы структура іске асып бастаған кезде 10 жылдан кейін біз бұның жемісін бірден көретін боламыз. Жылдам шешім қабылдау тұрғысында мысал келтірейінші. Біз қазір уақыт белдеудің, енді бұл парламентпен қатысты шешілген шешім емес, бір министрліктің былайша айтқан кезде қалай айтамыз, құжатымен бекітілген дүние ғой енді. Бір жағынан қарасақ, бұндай шешім негізі, білмеймін, заң тұрғысында ма, одан жоғарырақ бір шешімдер негізінде қабылдануы дұрысырақ сияқты. Өйткені қазір мына қайтадан петиция жарияланып, адам жинап, тураны утилизбор сияқты талқылау басталып жатыр ғой. Енді осы жерде айтамын да, егер сол белсенділер мықты болып шығып, қатты шуласа, былайша айтқан кезде дауыстар қаттырақ шықса, шешім өзгеріп кетуі мүмкін. Өйткені географиялық тұрғыдан біз негізі бәрібір қалай дегенмен де бір билікте емеспіз енді. Қалай болса да. Преде саяси бір шешім қабылданған да. Бұл жерде мәселе былай. Біріншіден неге ондай шешім қабылданды? Мен оны әбден зерттедім. Осы G+5 дейміз ғой, енді соған көштік қой біз қазір. Олардың зерттеулері бар. Ғалымдар жұмыс жасаған. Комиссия жұмыс жасаған. Зерттеу оң шешім қабылданған. Яғни ғылыми негізі бар. Енді G+6 болмаса G+7-ге көшкісі келіп жатқан топ осындай ғылыми зерттеу жасасын, комиссия құрсын өз деңгейлерінде, ғалымдарды шақырсын, әлемнің ғалымдарын шақырсын, зерттесін да өздерінікі дұрыс екенін көрсетсін. Мәселе сонда ғана. Енді бірақ табиғи түрде мысалы шығыстағы, бұл енді Алматы, Астанаға қатты бір бізге енді қатты бізге ыңғайлы сияқты. Алматыға, Астанаға, Қостанайға, Батысқа, мысалы Батысқа өте ыңғайлы, Бірақ мына шығысқа алған кезде шығысқа қарағанда сондай бір сұрақтар бар дейді. Енді мен айтып жатырмын, ұсыныс осы. Бұл енді бір мемлекет басшысының, мәжілістің, болмаса бір үкімет басшысының шешімі емес қой. Талқылау керек, айту керек өздерінің ұсыныстарын, зерттеу керек. Бұл біз енді қазір мемлекет басшысы айтты ғой. Петиция туралы бір қысқаша қосып кетейінші. Бұл петиция деген өте бір жақсы құрал. Біз сияқты жұмыс басы, митингтерге уақыты жоқ, бірақ бір қоғамдық мәселелерге өзінің үлесін білдіретін азаматтарға өзінің үлесін қосқысы келетін болса, бұл естуші мемлекеттің концепциясының іске асуы. Сіз ұнамайды ма? Аласыз да, кіресіз да, петицияларды көресіз, соның ішінде сіздің мәселеңіз бар ма? Қолдаймын деген дауыс бересіз, петиция 50 мың дауыс жинаса, жұмысыңыз жасайсыз. Ары қарай іске асады. Бір петиция мысалы қабылданды ғой кеше, азарттық ойындарға байланысты, естіген шығарсыз. Ол қабылданғанда заң қабылданып кетті ғой. Заң қабылданды, бірақ енді ол да бір жақсы. Мысалы олар әділдік жолы деген ұйым, Динар Смағұл, ол жұмыс тобында болды. Әртүрлі қыспақтың, лобби топтардың жүріп атқанын ол өз көзімен көрді. Қоғамдық палатада олар отырыс жасаған кезде, сарын бастаған бізде. Сол жерде мен айттым, осындай проблема бар. Бізді осылай қыспаққа алып жатыр. Мына жерде әртүрлі әлеуметтің мықты топтары отырсыздар ғой, бізге қолдау көрсетіңіздерші деп айттым мен. Бізге сіздер сияқты қоғамның қорғаны керек. Біз қорқпаймыз олардан. Бірақ қоғам болып шуласақ, олардың мынау басып атқан қарымдар сәл басылады деп. Сол кезде бастады, петиция жиналды, кеше отырысына қатыстық, петиция қабылданды. Ең бірінші петиция қабылданып отыр. Міне естуші мемлекеттің принциптері жұмыс жасап бастады. Ол жерде енді сәл басқаша ғой ситуация. Ол қабылданып қойған заңда бәрі қарастырылған, былайша кезде. Ол бір қоғамның қолдау сияқты формат қой. Ол жаңағы утиль алым немесе мына сағат сияқты. Ондай мәселе емес. Басқаша емес қой. Бұларды талқылау керек. Утиль алым бойынша жаңағыдай первичка дейміз олардың. Ол нені талқылап жатқан себебім енді қоғамдық бастамалар ғой бұлар. Солардың шешіміне қатты маңыз болып тұрды. Мысалы мен айтып тұрған жоқпын, 100% қабылдану керек деген. Бірақ қалайда бір өзара түсіністік компромисс табылмаса, петиция жүйесіне байланысты бір сенімсіздік орнап қалуы мүмкін да енді. Мүмкін, ондай да болуы мүмкін. Енді айтылды, қалды деген сияқты. 50 мың адамбыз ғой, бәрі біз естімейді деген сияқты болып қалмасын. Шешімге байланысты мысалы, Хитрудың 3-ші терминалын салу, қателеспесем 20 жылдан асып кетті. Саламыз ба, салмаймыз ба, Хитрудан саламыз ба, Гетвик жақтан саламыз ба, салмасақ не болады деп көтереді, қоғамдық талқылау болады, үкімет алып кетеді, қайттан жинайды деген сияқты. Тез шешімдер жақсы, бірақ
өзгере бергенде жаман, өзгере бергенде жақсы емес та енді. Иә. Енді үйреніп келе жатқан кезде мысалы қайтадан сағат ауысса ертең тағы да үйренуге адаптацияға уақыт. Мен ойымша енді сағат ауысатын жағдай болып жатса да, мен ойымша сол тек қана шығыс бойынша ғана шешім қабылданады. Бұл жерде өзі барлығын емес, екі белдеуге қайтадан. Мысалы маған ыңғайлы. Астанаға мүмкін ыңғайлы. Иә, бізге өте ыңғайлы. Иә, қазір ертерек ұйықтаймыз, ертерек оянамыз. Мәселе жоқ. Үкіметке жақсы қарайсыз ба? Үкімет жұмысын қалай жасап жатыр? 4 деген баға ол ортақ баға ғой. Енді жеке баға қалай? Енді проблемалар бар ғой. Енді біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Биліктің монолиті болу керек, Рахат мырза. Ол монолит парламент, үкімет, сот жүйесі барлығы бірігіп жұмыс жасау қажет. Маңызды мәселелерде біз бірге білуіміз қажет. Ал біздің проблемаларды көтеруіміз ол бізге берілген міндет. Ол халықтың аманаты, халықтың бізге артқан дауысы. Осы мәселелерді көтеріңдер деп. Кейде үкіметтің мүшелері біз айтқан мәселелерді бір жеке басқа өту деп қабылдап қалады. Мен өзім сөзімде айттым ғой, тыңдаған шығарсыз. Кейбір министрлер айтты, депутаттар заң оқымайды деп. Мен айтамын, қайдағы оқымайды? Депутаттар заңды оқымайды емес, депутаттар заңды жазады. Одан қалса оның орындалуын қадағалайды. Бірі айтты, біз жол мәселесін көтерген кезде, кейін журналистердің алдына шыққан кезде былай айтты. Депутаттар жақсы жолдармен жүрмейді деп айтты. Сонда мен айтамын да, сон депутаттар тек шоқ тесік жолдармен жүреді екен де, олар өздері жақсы жолмен жүре ме екен? Енді қисынсыз ғой. Бір министр келді де айтты, біз табыстарымыздың азайғанынан қорықпауымыз керек дейді. Біз оларды біз бағалардың қымбаттағанынан қорықпауымыз қажет дейді. Біз табысымыздың азайып кеткенінен қорқуымыз қажет деп енді шыны керек мынандай бір бизнес ортада, бір жаңадан бір бизнеспен айналсам, болмаса бір жас отбасыға бір айтылатын бір мотивациялық сөзді министр өз деңгейінде айтып жатыр да. Ұят қой. Біреу айтты, енді мына бәйтерекке байланысты сұрақ қойылған кезде бір министр айтты, олай емес, высказывание депутатов голословными дейді. Біз сауал жолдады одан кейін. Насколько мы голословными? Предметный сауал жолдады Ерлан Биахметұлы Сайыров мырза. Көрсеттік ішінде міне біз не голословно говорим. Сол себептен бұндай енді бір саяси қарым-қатынастың болып жатқаны менің ойымша қазіргі таңдағы парламент мәжіліс барлық азаматтардың демесек те, бірақ қоғамның сұранысына сай жұмыс жасап жатыр деп мен ойлаймын. Қандай қоғам? Үкіметтің де біз соны сұраймыз. Сәл ашығырақ мәселелерді талқылап, мәжілісмендермен дұрысырақ жұмыс жасап, мәселе сонда ғана. Әрине енді біз қандай керемет үкімет ертең 10% экономикалық өсім көрсетсе, біз айтамыз, енді давайте 15% деп. Енді біз қамшылап отыру, ол біздің жұмысымыз ғой. Жақсы, рахмет. Сізге рахмет. Келіп, қатысып, пікір білдіргеніңізге. Рахмет.